Баршаңызға сәлем, эфирде лицей News, студияда Бекзат. Және де Анел. Бүгінгі эфирімізді мамандық таңдау тақырыбына арнайтын боламыз. Жалпы мамандық дегенде, мамандық адамның арнаулы білім, еңбек дағдылары мен іскерлікті талап ететін еңбек түрінің бірі. Адам мамандық таңдауда еш қателеспеу керек, себебі бұл адам өмірінде қабылданатын ең маңызды шешімдердің бірі. Біздің лицейде осыған байланысты түрлі іс-шаралар мен тәрбие сағаттары өткізілді. Оқушыларға кәсіби бағдар беруді 5-ші сыныптан бастап қолданылып жатқандары қуантады. Мен де толықтай келісемін. 5-11 сыныптар аралығында мен таңдаған мамандық таңдай білесің бе? Мамандық таңдаудың кереметтері атты тәрбие сағаттары өткізілді. Полиция, қоғамдық тәртіпті сақтау, қылмыспен күресу, мемлекеттік пәрменін орындату, халық пен мемлекеттік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Болашақты бүгіннен бастаған дұрыс. Ерте мамандық таңдаған оқушылар қоғамда жақсы бейімделетіні белгілі. Бекзат, осы жуырда өткен мамандық жәрмеңкесі жайлы не білесің? Анел, маған да мамандық жәрмеңкесі қызық болып тұр, бірге тамашалайық. Эфирімізді қорытындылай келе, мамандық таңдауда еш қателеспеңіздер дегіміз келеді. Мамандықты жүрекпен, ақыл-оймен және өз қалауыңызбен таңдаңыз. Эфирimiz осымен тәмам. Қош, сау болыңыздар.